Times Higher Education жасаған зерттеулерде, мысалы үшін 10 мың студентке сұрау жүргізген кезде, 2024 жылы ол студенттердің 64% ғана қолданса, 2025 жылы жасанды интеллектіні қолдану үрдісі 92%-ға яғни жеткен. толық Толық деуге болады. сөз. Онымен қоса, ол мәселенің бір ұшы ғана. Ұшы. Өйткені жалпы қазір жасанды интеллект білім алу үрдісінен қойып, ғылыми зерттеулер жұмыстарында да жалпы ғалымдар өздерінің жұмыстарын жазатын кезде жасанды интеллектінің көмегіне жүгінетіндігі туралы фактілер көптеп кездесіп жатыр. Ол жаңағы Айсұлу ханым айтқандай факт чеккенге, болмаса анализдерге ғана қолданылып жатқан жоқ. Мысалы үшін мақаланың мәтінін генерация жасауға да қолданылады. Идея генерациясына, құрылымдауға, дайын имратпен сұлбасын жасауға көмектеседі. Олай болса да ештеңе емес қой. Тағы одан бөлек, ақшта 1078 мынау R&D дейді ғой, Research and Development бөлімінде жұмыс жасайтын ғалымдарды зерттеген. Сонда осы жасанды интеллектті қаншалықты қолданасыз деп, соны көбірек қолданған ғалымдар көбірек патент алған ғой.